Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен осы бір керемет бір салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Үйдегі бар азық-түлікпен жасай салатын салат. Ол үшін маған көк пияз, 2 бөлік чеснок, кішкене ғана пиязбен капустаны, цветная капуста, брокколи капуста дейді ғой, жаңағы 4 помидор. Мынанда менде қарын, бұл жылқының қарны, кеше ет асқанбыз, содан кішкене қарын қалып қойған. Соңында текке кет қалмасын деп салат істей салайын дегем. Енді осы салаттың рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен осылай көкөністерімді турап аламын. Чеснокты қатты майда қылмай, орташа қылып турап алам. Сосын пиязды турап, бәрін дайындап аламын. Видеомды соңына дейін қарап, мені жоғалтып алмас үшін мен каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз, жақсы ма? Келесі кезекте осы бұрышты тураймын. Енді бұл ащы бұрыш емес, шамалы ащысы де бар. Қатты ащы емес, осы бұрышты қосамын салатқа. Сосын жаңағы көк пиязымды турап аламын әдемілеп. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді мына капустаны бәрін қоспайын, бәрі көп болып кетеді. Кішкене шамалы ғана бөліп аламын да, турап, онша майда қылмай. Осылай қатты майдалап жібермей, жаңағы бөліп өзіме керектісін ғана аламын. Мінекей, осылай бәрін турап аламын да, енді қарынды соломка етіп тураймын. Осылай салат істеп қойсам, қарын желініп кетеді. Атак рәсуа болып бет алды қалып қояма деп осы салатты істеуді ұйғардым. Және де рецептісімен сізбен бөлісіп отырмын. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Сосын қызып тұрған табаға кішкене ғана май құйып жіберемін да. Ең алдымен пиязымды салып қуырып аламын. Әр көкөнісімді салған сайын жаңағы 1-1 минуттан ғана қуырып алам. Ішіле қатты қуырылып кетпесін. Сосын бұрышты саламын. Осылайынша бәрін қуырып алам. Сосын чеснок, капустаны саламын. Капустаны екеуін де сразу сала салам. Сосын бетін жауып 1 минут қана бұқтырып қоям баяу отта. Енді үстіне жаңағы турап алған қарынды, көк пиязымды салып, кішкене араластырып жіберемін. Жарты шай қасық қара бұрышпен жарты шай қасық тұз қосамын. Бұл салатқа мен ешқандай дәмдеуіштер қоспаймын. Өйткені ол дәмдеуішсіз ақ дәмі деген өте керемет болып шығады. Бетін жауып қойып, 2 минут баяу отта бұқтырып алам. Міне менің салатым дайын болды. Енді бұл салатты ыстықтай жесе де болады, суытып, суықтай жіберсе де болады. Бетіне жаңағы черри помидорын осылай сәндеп, турап, үстіне укропты сеуіп сәндеймін. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойғандарыңыз үшін сізге көп рахмет. Менің каналымнан алыстамаңыз. Кездескенше сау саламатта болыңыз.